Сәлем достар, бүгін сіздермен фунчуза салатын жасаймыз. Керекті заттар: 3 тал болгар бұрышы, брокколи, тауық еті, пияз, кукуруза, қияр, помидор керек. Бірінші тауық етін турап аламыз. Турап болған соң, пиязды да ұсақтап тураймыз. Пиязымызды қызып тұрған табаға азырақ майға қуырып аламыз. Жақсылап қуырып болған соң, үстіне етті салып, оны да қуырамыз. Үстіне тұз саламыз. Брокколиді осылайынша турап аламыз. Турап болған соң, оны тұз салынған суға 2 минут қайнатып аламыз. Артынан қиярымызды ұсақтап турап аламыз. Оны да әдемілеп тұз салынған қайнап тұрған суға фунчузаны қайнатып аламыз. Фунчузамыз қайнап жатқан кезде болгар бұрышын соломка етіп тураймыз. Болгар бұрышын турап болған соң, помидорымыз жақсылап жуып алып, оны да 3 бұрышты етіп тураймыз. Туралған заттарымызды ыдысқа салып, оның үстіне фунчузаны саламыз, кукурузаны саламыз. Кукурузадан кейін үстіне брокколи саламыз. Оның үстіне помидорымызды саламыз туралған. Тұз және қара бұрышымызды саламыз. Артынан қуырылған етімізді салаттың үстіне саламыз. Қыздырып қойған майымызды оның үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Укропымызды себеміз. Егер де қаласаңыз, соевый соус салып араластырсаңыз да болады. Міне фунчуза салатымыз дайын болды. Қонаққа ұялмастан дастарханға қоюға болады. Егер де видеомыз сіздерге ұнаған болса, онда комментарий жазып, подписация етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.